холодец жасауға кірісіп кеттім. Бұл жерде жылқының сіңірлі желіктерінен алынған ет пен сіңір. Бұл жерде 3 литрдің көлемінде сорпа, соған 1 шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық қызыл бұрыш, 1 бас сарымсақ және қышаның дәндерін қосамын. Мінекей осылай. Бір қайнатып, 5 минут баяу отта ұстаймын. Майлы сорпа, майын алмаймын. Қазір қыстың уақыты. Адамның ағзасына жылқының осындай майы өте пайдалы. Ал енді сорпасын құямын. Бисмиллахиррахманиррахим деп.